Ассалаумағалейкум баршаңызға. Күрес түрлері бойынша Олимпиадалар орталығының аға жаттықтырушысы Ниязбеков Дәулет, U15, U17 жасөспірімдер және кіші жасөспірімдер арасындағы еркін күрес бөлімі. Осы жылы өте жақсы нәтиже көрсеттік. Азия біріншілігінде 2 алтын алдық, команда есепте чемпион болдық. Әлем біріншілігінде 3 қола медаль алдық, команда есепте 3-ші орын алдық. Азия ойындарына қатыстық, Бахрейн елінде. Ол жерде біз 1 алтын, 5 қола медаль алдық. 17 балалар өте жақсы күресті. Келесі жылға жоспарымыз бұдан да жақсы жақсы нәтиже көрсетуіміз керек. Сондай мақсатпен жұмысты бастаймыз. Чемпионат Қазақстан осы жылдың басында өтеді, сол жерде іріктеп алып, ары қарай Азия біріншілігі, әлем біріншілігіне қатысамыз деген жоспарымыз бар.